Привет, привет. Ашуланып келе жатқан болмай қалды. Бұрыш шығайын деген болмай қалды ма? Болмай қалды. Тағы да жаңбыр құйып тұрған білмей қалған ғой. Үлкен метро жақтан зонтикпен күтіп алды. Негізі мен зонтиксіз шыққанмын. Считается. Олай ба. Қашан көрдім мен сені қалап кеткенді. Бля. Опа. Біреудің зонтигімен магазинге барып келе жатыр. Негізі мен осы погоданы қатты жақсы көремін. Осылай жаңбырдың астында жүріп, прогулка жасап жүргенде прям қатты жақсы көремін. Клубникамен алдым, өте керемет. Қатты сладкий де емес, кәдімгі коктейльдерге ұқсайды екен. Бір ішуге болады. Әдемі. Чем газировка, энерджиялы ішкенде табиғи өнім ішіп жүрген жақсырақ. Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Құрбан айт құтты болсын, қабыл болсын. Тілеген дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Төрт құбыламыз түгел болсын, аман болайық. Бейбіт елде өмір сүру нәсіп болсын бізге. Әдем болсам, сторис ашатын болдым ғой. Соңғы рет мені қашан көргендеріңізді ұмытқан шығарсыздар. Мен ұмытқан жоқпын. Осыдан 1,5 ай бұрын мен сіздерді көрген едім. Содан кейін вдруг өзім жоғалып кеттім. Неге десеңіздер, сағындырғым келді сіздерді. Сол кішкене отвыкла камерадан. Оказывается, когда долго в сторисы не выходишь, отвыкаешь, және орысша сөйлеп кетеді екенсің. Бір амандасып жүздесіп қояйын дедім. Мені іздеген халқым, елім, жұртым бар екен, жақындарым бар екен. Сол кісілерге бір сәлем беріп қояйын дедім. Қазір тойға шықтым. Сонау Астанадан келген Анар құрбым, бұл жерде бірге белеген жан құрбым. Сол Анардың мамасы, Бақыт екеуінің мамасы ғой, енді енесі. Бақыт пен Анардың мамасы бүгін мерейтойы. Сол тойға мен де қонақ ретінде шақырды. Сол тойға жиналдым, қазір тойға барам. Аман болыңыздар. Үйге кіріп тек әдемі көйлегімді кию ғана қалды.